Балақай, Түркі мемлекетінің даңқты қолбасшысы Күлтегіннің әскерінде миллион сарбаз болғанын білесің бе? 716 жылы бірге қаған таққа отырғанда, оның туған інісі Күлтегін әскербасы болып бекиді. Күлтегін әскербасы болған 15 жыл Түркі мемлекетінің ең айбыны асқан дәуірі болып тарихта қалды. Күлтегін дүние салған соң, бауырының қазасына қабырғасы сөгілген бірге қаған, оны мәңгі есте қалдыру үшін құлыптасқа түркі елінің тарихын, Күлтегіннің ерлігін ойып жаздырды. Күлтегіннің сол көктасының көшірмесі бүгінде елордамыз Астананың төріне әкелінді. Балақай, ал сен қазақтың қаһарман батыры Қабанбайдың шын есімін білесің бе? Ауыл көшіп бара жатқан кезде кенеттен қалың қамыс арасынан үлкен қабан шыға келеді. Жолдың ортасында айбат жегіп тұрған қабаннан қорқып көш тоқтап қалады. Сонда 15 жасар Ерасыл шоқпарын алып қабанға қарай шаба жөнеледі. Үлкен азулы қабанды шоқпарымен ұрып алған баланың ерлігіне риза болған ел оны Қабанбай деп атап кетеді. Қазақстан жер көлемі жөнінен дүние жүзінде 9-шы орында тұрғанын білесің бе? Сенің елің әлемдегі жер алып мемлекеттердің бірі. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен. Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланды және Жапония мемлекеттері сыйып кетер. Балақай, бұл жерді адамзат мекен еткелі 1 миллион жыл болды. Тарихтың өне бойында қазақтар осы ұлан ғайыр жерге иелік еткен. Ата бабаңнан қалған қасиетті жерді сен де сақтауға тиістісің. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуың керек. Білімге алға! Балақай, ал сен күш атасы Қажымұханның Ұлы Отан соғысы кезінде жасаған ерлігін білесің бе? Сұрапыл соғыс басталып, ел басына күн туған қиын заманда жасы 70-ге келген Қажекең ел аралап өнер көрсетіп, маңдай терме жинаған қыруар қаржысына Сталинге хат жазып, әскери ұшақ жасатқан. Өзі жасатқан әскери ұшақта қазақ жауынгері Қажытай Шалабаевтың жауды талқандап, жеңіске үлес қосып жатқанына разы болған қарт балуан, отанға пайдам тисе арманым жоқ деген. Нағыз патриот деп Қажекең